Сәлем достар, мен бүгін сіздерге Хақназар хан туралы айтатын боламын. Достар, менің қазақша контентімді қолдап, менің арнама тіркеліп, егер видео ұнаса, лайк басып отыруларыңызды сұраймын. Қасым хан қайтыс болғаннан соң, қазақ хандығында болған саяси дағдарыс ұзақ жылға созылды. Қасым ханнан кейін таққа отырған Қасым ханның балалары Момыш, Тоғым, Ахмет хандар бұл шайқастарда шейіт болды, не болмаса елді басқара алмады. Ішкі талас тартыстар мен сыртқы феодалдық соғыстардың ауыртпалығынан қазақ хандығы біршама әлсіреді. Батысында Ноғайлы, шығысында Моғолстан, солтүстігінде Сібір көшім хандығы, оңтүстігінде Өзбек хандықтарының қыспағында қалды. Міне осындай қилы кезеңде хан тағына Қасымның ұлы Хақназар келді. Осы жылдары қазақ мемлекетінің оңтүстік шығысында ауыр жағдай қалыптасты. Қазақстанның оңтүстігінде өмір сүрген Моғол мемлекеті Әбді-әр-Рашид хан тұсында өте күшейді. Сондықтан Әбді-әр-Рашид хан Жетісудан қазақтарды тықсырып тастамаққа әрекеттенді. Хақназар моғолдарға қарсы бірнеше әскери жорық ұйымдастырды. Бұл күресте қазақтардың сенімді одақтасы қырғыз ру тайпалары болды. 1555 жылы қазақ-қырғыз қолы Әбді-әр-Рашидтің ұлы Әбді-әл-Латиф сұлтан басқарған моғол әскерін талқандады. Шайқаста моғол сұлтаны қаза тапты. Бұған ызаланған Әбді-әр-Рашид хан қазақ пен қырғыздарға қарсы үлкен әскери жорық ұйымдастырады. 1555 жылы қырғын шайқаста моғол мемлекеті мен Шайбани әулетінің біріккен күштері қазақ-қырғыз әскеріне ауыр соққы берді. Бұл жерлерде осыдан кейін қазақ билеушілерінің жағдайы нашарлап кетті. Моғолдардан жеңілген қазақтар тез есін жиды. Хақназар хан енді батыста Ноғай ордасына қарсы соғыс бастап, үлкен жетістіктерге жетті. Бұл кезде Ноғай ордасын билеген Маңғыт мырзаларының арасында билік үшін таласқан феодалдық қырқыс үдей түсті. Сөйтіп Ноғай ордасында қырқысқан екі топ пайда болды. Бір тобы Мәскеу кінәздігіне қосылуды жақтады, екіншісі қазақ хандығына қосылуды жақтады. Бұл жағдайды тиімді пайдаланған Хақназар хан кіші жүзді, яғни Ноғай ордасының көптеген ұлысын өзіне қосып алды. Ал қаңлылар, қыпшақтар деген тайпалар өздері келіп қазақтарға қосылды. Мәскеуге қосылуды жақтаған, батысқа қарай көше бастаған ноғайларға Хақназар шабуыл жасауын бір сәтте тоқтатпады. Сөйтіп, ноғайларды Жайық пен Еділдің батыс жағына Дон даласына қарай ығыстырып тастады. Бұл жеңіс қазақ хандығының жерін кеңейтті, күш-қуаты мен беделін арттырды. Сөйтіп, Ноғай ордасы 16 ғасырдың ортасында ішкі талас тартыстан әлсіреп, мемлекет ретінде өмір сүруден қалды. Ал қазақ хандығына Ноғай ордасының қосылуы қазақ мемлекетінің шекарасын кеңейтті. 16 ғасырдың орта шенінде қазақ хандығымен көршілес тұрған Сібір ханы менен шығысындағы моғол билеушілері қазақтарға қарсы шапқыншылық жорықтарын жиілетті. Бұл тарихи саяси жағдайды дұрыс түсінген Хақназар хан қазақ хандығының сыртқы саясатын өзгертті. Яғни ертеден жауласып келе жатырған Шайбани хан әулетімен бейбітшілік қарым-қатынас орнатуға ұмтылды. Сөйтіп, Ташкент қаласын басып алуға бағытталған соғыс қимылдарын тоқтатты. Сөйтіп, Бұхар ханы 2-ші Абдаллах пенен қазақ ханы Хақназар ханның ортасында ант беріскен достық келісім шарт орнады. Нәтижесінде соғыс қимылдары тоқтап, бейбітшілік орнады. Қазақ хандығы нығая түсті. Сөйтіп, Хақназар хан қазақ ордасына басты бәсекелес Шайбани ұрпақтарына қарсы саяси дипломатиялық тәсілдермен де, қарудың күшімен де жүйелі түрде шешуші күрес бастайды. Бұхар ханы Абдулла менен Ташкент билеушісі Баба Сұлтанның арасындағы алауыздықты пайдаланып, Ташкентті қосып алуды көздеп жүрген кезінде Хақназар хан жорықта қайтыс болады. Хақназар хан билігі кезінде қазақ хандығының сыртқы жағдайында аса ірі тарихи оқиғалар болды. 1569-1573 жылдары орыс елшілері Семен Мальцев пен Третьяк Шебуков қазақ хандығында болып қайтты. Хақназар хан тұсында қазақ хандығы Мәскеумен сауда қарым-қатынастарын орнатып, саяси қарым-қатынас жасады. Хақназар хан батыстағы Ноғай ордасымен, оңтүстігінде Орта Азия хандықтарымен, солтүстігінде Сібір хандығымен және оңтүстігіндегі Шайбани әулетімен сенімге негізделген қарым-қатынас орнатуға қол жеткізді.
Осы кезде, яғни Хақназар хан басқарып тұрған кезде, қазақ хандығына қарайтын көшпелі ру тайпалар Еділ мен Жайықтың бойына, Қызылқұм менен Сыр бойына жағалай орналасты. Хақназар өзінің әкесі Қасым ханнан кейін, қайтыс болғаннан кейін болған саяси бытыраңқылықты жойды. Елді бір орталықтан басқаруға қол жеткізді. Хандықтың халықаралық жағдайын нығайтты. Достар, мен сіздерге Хақназар хан туралы бірқатар мәліметтер айттым. Сондықтан сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын.